Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін бір менде мынандай оқиға болды. Оқиға бағында жағдайда мынандай, мен өзім былай енді блогермін ғой, білетіндер бар, білмейтіндер бар. Шымкентте мал базарға бардым бүгін. Тай алып келе жатырмын. И жолда келе жатсам ауылға кірдім, ауылға кіріп келе жатсам бір брачкалар бүйтіп келе жатыр. Қарасам анау не да анау бүйтіп майысып бүйтіп қысқысап келе жатты. И ананы көремін да, мен шатырым кетіп қалады ғой. Машинаны тоқтаймын да, түсемін да, басынан салып қаламын ғой. Деймін, сендерде намыс қалмаған ба, еркектіктен жұрдай болғасыңдар ма, немене бәрің амилайдың сорты болып кеткенсіңдер ма деп, боқтап ұрыстым ананы. Анау не болып қалды, братан, анау не болғанда шешең сорбай болды, не жүрсің, сендер ойлайсыңдар ма деймін да. Сендер ойлайсыңдар ма, сөйтіп бүйтіп жүрсек әдемі бүйтіп жүріп әдемі болып жүріп деп ойлап жатсыңдар ма деймін. Долбоебтар деймін, қыздар, наоборот, сендер бүйтіп әдемі көрінеміз қыздарға деп ойлайтындарсыңдар. Наоборот, қыздар сен сияқтылардан намыстанады, просто сен сияқтылар әшейін ақшасын пайдаланып, сендер сияқтылардың құлағынан теуіп кетеді. На самом деле сен сияқтыларды сүймейді де олар. Сен ол қыз болып тұрса, сен қасында қатын құсап жүрсең, қандай еркек болып тұрсың сен оның қасында? Еркек деген түрің қандай, сондаймен жүр. Еркексің ба? Таяқ жесең же біреудің, бірақ сонда да өзің еркек сияқты жесткий ұстаса, жесткий болса, жесткий ұста өздеріңді, жесткий жүріңдерші ағайындар. Тиктоктан да көремін, бір намысың шығып кетті, намысың деп кетеді. Баяғыда анау шетелдің нелерін көріп, мына голубой сияқты белгілер деп күлуші едік. Сол бар ма? Өзіміздің Қазақстанда да сондай белгілер пайда болып кетті ғой. Көбейіп барады осы жас балдардың көбісі шаштарын бір бәле қылып алады. Еркек сияқты болыңдаршы, еркек сияқты жесткий болып жүріңдерші. Қыздарға сондай ұнайды, естеріңде болсын, кеңкелестер. Сендер бүйтіп жүргендерің, олар саған, сендер солар ұнап неғып қаламыз деп тұрсыңдар ма? Бастарың істетіңдер, намыспен жүрсеңдерші, еркексіңдер ғой. Еркек сияқты болып жүріңдерші ағайындар. Қатты кетсем айып етпеңдер. Бірақ все равно еркек сияқты жесткий жүрейікші. Таяқ жесең же да біреуден, жеңілсең жеңіл. Сонда да бірақ еркек сияқты болып жүріңдерші. Қатын құсап бүйтіп майыспай. Бір адам намысы келіп кетеді сондай. Бағана ана брачканты тоқтайсам, басынан салып қалдым. Ол да не болып қалды дейді. Шешең сорбай болып қалды дедім. Не жүрсің ана? Адам позорын шығарды. Жүр дедім, конкретно жесткий жүр. Еркек сияқты киініп, еркек сияқты жүр. Не жаман қатындарса бүйтіп үстеріңе іліп аласыңдар, жұқа өздерінше модный болып жүресіңдер. Ертең сондайдың кесірлеріне тудыра алмайсыңдар. Аяқтарыңа бір модный жұқа киіп аласыңдар. Аяқтарың өтеді, үстеріңе модный киінеміз деп бүйтіп жұқа киіп аласыңдар. Шапка кимейсіңдер. Содан сендерде бала болмайды. Содан миларың мұз қатып склероз болып жүресіңдер. Қазір жас балдардың көбісі байқайсыңдар ма, склероз. Бірдеңкені айтсаң, жарты сағаттан кейін сұрасаң, не дедің ғой, білмеймін, енді естіп тұрмын деп тұрады. Деп алып. Қазір жас балдардың көбісі сондай. Содан бәрі. Жесткий болыңдаршы ағайындар. Еркек сияқты болыңдаршы. Қатындар сендер сияқты бүйтіп жүргенді ұнатпайды, есіңде болсын. Жесткий болыңдар. Сендер түрің қандай болса да, бірақ өзіңді жесткий ұста. Тірлігіңе бақуат бол, қалтаңа ақша салып жүр, міне саған қыздар қарайды. Сен бүйтіп жүргеніңе, ақша салып, бүйтіп жүргеніңе олар қарамайды. Әке шешең ақшасын салып, конкретно өзің жесткий жұмыс істеп, маңдай термен тауып, конкретно киініп ал, өзің еркекше, бірақ жылы киініп, қыстың күні, жаздың күні лайықты киініп, жесткий жүріңдер, еркек сияқты. Жауапкершіліктерің еркек сияқты, жүріс-тұрыстарың еркек сияқты жүріңдерші. Қатын құсап майыспай, бұрлаңдамай. Еркек сияқты болыңдар ағайындар. Ренжімеңдер қатты айтсам, бірақ ол шындық.